Барлығыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін бауырдан торт дайындаймыз. 2 жұмыртқа жарып, сүт құямыз. Тұз бен қара бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бауырды алдын ала блендермен езіп алдым. Мясорубкадан өткізсеңіз де болады. Онды аз-аздан қосып, жақсылап араластырамыз. Мен блендермен соғып алдым. Біркелкі масса болу үшін. Құймақ сияқты бауырды екі жағынан пісіреміз. Шамамен 2 минуттай. Осы қамырдан 8 құймақ шықты менде. Енді начинкасын істейміз. Пиязды уақ етіп тураймыз, сәбізді теркадан өткіземіз. Қызып тұрған табаға май құйып, пияз бен сәбізді жұмсарғанша қуырамыз. Майонез бен қаймақты 100 граммнан алдым, оған чеснокты престен өткізіп, араластырдым. Енді тортымызды жинаймыз. Бір құймақты алып үстіне майонез жағып, одан кейін сәбізді начинканы жағамыз. Осылай барлығын жағып шығамыз. Құймағымыз біткенше. Тортымызды жинадық. Енді оны үстін әдемілесеңіз болады. Мен әдемілік үшін кішкене жасыл пияз алдым және 1 жұмыртқа. Енді холодильникке 2-3 сағатқа қойсаңыз болады. Сонда майонез құймаққа сіңіп, өте жұмсақ болады. Астарыңыз дәмді болсын. Рецептіні лайк басып, каналыма жазылыңыз.